Мынау Жаңаөзен қаласының темір жол вокзалының 7-ші домы. Мінекей, 7-ші домның подъезінің тұрысы мынау. Құрметті әкім мырзалар. Қайбір кезде сендер шақырған кезде үй беріледі, аварийный деп танылды дегенсіңіз. Сол әкім келетін кезде мынандай қылып бізге стояк жасап кеткен. Стояктың тұрсыңдар еме. Міне. Көрдіңдер ме? Қаншама оқушы балдар, қаншама сәбилер, қарт кісілер кіріп шығады мына жерге. Небір тұрғындар кіріп шығады. Соны біреуінің басына түсіп, құласын өсін деп қойдыңдар ма? Мінекей, мына жердің бәрі ажырап жатыр. Мына жердің бәрі ажырап жатыр мінекей. Түсіп. Мына бел ортасында мінекей. Міне. Істеп қондарыңызды қара. Мына лестницаның өзі қорқынышты мініп түсу. Баспалдақтардың өзі қорқынышты мініп түсуді. Мына жердің бәрі ажырап жатыр. Мінудің өзі қорқынышты бұл жерге. Қанша тұрғындары бар. Бұл үйлер апатты деп танылды. Орнына үй береміз деді. Сол үй береміз дегеннің өзіне жыл жарым, 2 жыл болып қалды. Беріліп жатқан үйі жоқ. Мына апатты деп танылған үйде әлі тұрғындар тұрып жатыр. Сол тұрғындардың бала шағасы бар, сәбилері бар. Мінекей, мынандай болған. Қарт кісілері бар, инвалидтер бар. Оны ойлап жатқан әкім қайда? Жоғары жақтағылар қайда? Мынау деген көзге білінбейтін шығар, мына тұрған көзге білінбейтін шығар. Бірақ кәдімгідей мынау баспалдақ жоғарыға көтерілетін майысы жатыр. Ине. Мінекей. Міне. Мынаны не деп түсінуге болады? Қаншама халық тұрады бұл жерде. Өліп кетсе қайтесіңдер? Адам шығын шықса қайтесіңдер? Үй беріледі деген сөзінің өзіне 2 жыл болып қалды. Беріліп жатқан үй жоқ. Не осылай? Әкім келді, көрді, үй береміз, тездетеміз деді. Айтылған уәде қайда? Сөз қайда? Жарылып отты. Бұны мына камераменен дұрыс көрініп жатқан жоқ шығар. Бірақ қасына келіп көзімен көрген адам басында миы болса түсінеді деп ойлаймын. Не осылай жағдай. Тұрғындардың күйі. Шырылдап қанша адам жүр бұл жерде. Журналист шақырып жатырмыз, жан жақтан адам шақырып жатырмыз. Келеді, көреді, кетеді, болды. Бірақ осы аралықта адам шығыны болғаннан кейін бір пайдасы не ол? Біреу өлім күтіп жүргенде. Апатты танылды ма? Үй беріледі деді ма? Енді тездетіп қойған неге алмайды?